Hello dear students. Қалай ойлайсыздар? Бүгін қандай тақырыпты қозғайын деп отырмыз? Арттан байқап тұрған шығарсыздар. Бүгін спорт тақырыбын қозғайтын боламыз. Құрметті үйренушілер, сіздердің спорт тақырыбын тезірек меңгерулеріңіз үшін керемет бір топқа бөлдік. Яғни play, do және де go. Яғни осы үш сөзбен тіркесіп келіп, спорттың қай түрімен айналысу туралы айтуға болады. Біріншісі play деп бастаймыз. Play негізі көбіне доппен ойналатын спорттарда айтылады. Бірақ тек қана допқа байланысты емес, негізі көбіне доппен ойналатын спорттарда қолданылады. Мысалы, play football, яғни футбол ойнау. Play basketball, яғни баскетбол ойнау. Play volleyball, яғни волейбол ойнау. Play tennis, яғни теннис ойнау. Ойланып қарасаңыз, оның барлығы да неседі доппен ойналатын спорт түрлері. Және де playге байланысты үйреткім келетін сөз play chess. Play chess, яғни play chess дегеніміз ол шахмат ойнау деген мағынаны береді. Тағы да playге байланысты play golf. Яғни play golf дегеніміз, яғни гольф ойнау деген мағынаны да береді. Play golf. Тағы да кез келген адамның яғни қызық көріп ойнайтын ойыны ол play cards, яғни карта ойнау. Play cards, карта ойнау. Келесі үйреткім келетін сөз go мен жүретін спорт түрлері. Кеттік. Go skiing. Ол не? Шаңғы тебу. Go skiing. Skiing деп оқылмай, go skiing. Яғни go skiing дегеніміз шаңғы тебу. Go swimming. Не істеу? Жүзу. Go swimming. Жүзу. Go swimming. Go diving. Go diving дегеніміз ол сүңгу. Go diving. Яғни дайвингмен айналысу деген мағынаны береді. Go diving. Go running. Яғни жүгіру. Go running. Жүгіру. Go running. Go fishing. Яғни балық аулау. Go fishing. Яғни балық аулауға бару мағынасында, балық аулау мағынасында. Go fishing. Go fishing. Енді үйреткім келетін сөз do мен жүретін спорт түрлері. Бірінші, естеге сақтайтын дүние, жалпы жаттығу жасау дегеніміз не болады? Do exercise, яғни жаттығу жасау деген мағынаны береді. Және де спортпен айналысу деген сөздің өзі do мен жүреді. Do sport, яғни спортпен айналысу. Ол жалпы мағынадағы сөз. Яғни I do sport десе, жалпы спортпен айналысам деген мағынаны береді. Do karate. Do karate дегеніміз ол каратемен айналысу деген мағынаны береді. Do karate. Do yoga. Do yoga. Яғни йогамен айналысу. Енді бұлай осы жерде айта кететін бір сөз бар. Do yoga деп те қолдануға болады, немесе practice yoga деп те қолданады. Яғни екі вариантта жүре береді. Practice yoga, одан кейінгісі do yoga. Осы екі вариант жүреді. Do gymnastics. Do gymnastics дегеніміз яғни гимнастикамен айналысу. Do gymnastics. Do judo. Do judo дегеніміз ол джудомен айналысу деген мағынаны береді. Яғни джудомен айналысу деген мағынаны береді. Do judo. Яғни do judo дегеніміз яғни джудомен айналысу деген мағынаны береді. Құрметті достар, сіздердің барлықтарыңызға спортқа қатысты сөздерді бердік. Сіздер сөз жаттаңыздар, ал мен ойын тамашалайын.